Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Дел-KZ. Бүгін мен сіздерге қалай өте әдемі интроны өте тез және өте жеңіл жасауды көрсететін боламын. Бұл ең активный және бәрі жасайтын способ. Егер видео басталмай тұрып подписаться етіп және лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бірінші өте әдемі интроны жасамастан бұрын біз мына сайтқа өтуіміз керек. Бұл сайтта біз өте әдемі интроны жасаймыз. Бағана қателесіп кеттім, кешіріңіздер. Айтпақшы, бұл сайтқа тек қана Google Chrome мен өту керек. Google Chrome барлық устройстволарда бар, тіпті компьютерде, тіпті телефонда да бар. Барлық телефондарда бар, сондықтан сізде де болу керек. Болмаса басып ала салыңыздар. Play Markеттен Google Chrome десеңіздер, бәрі шығады. Google Chromeға кіресіздер, осы сайтқа өтесіздер. Бұл сайттың сілтемесін мен астында қалдырамын. Бұл сайтқа өткен соң мына клип макер дейтін басасыздар. Сосын міндетті түрде еш нәрсе істемей тұрып, мына 3 нүктені басып версия для ПК дейтінді басасыздар. Версия для ПК дейтінді басып, сосын мына асты жақтарынан перемотать етіп, қалаған интроларыңызды табуларыңыз керек. Мысалы, мына интро жақсы сияқты. Бірақ қараңыздар, егер де сіздер мына жақтан бір өздеріңізге подходящий интро таппасаңыздар, страницаны обновить етіп, тағы да іздеулеріңізге болады. Ананы жоғалтып алдым ғой, жарайды, тағы да біреуін таба саламыз. Іздейміз. Қалаған интроларыңызды табуға болады. Мысалы, давайте мынаны таңдай салайық. Жақсы интро секілді. Егер де сіздер интроны басында көріп алғыларыңыз келсе, мынаны басасыздар. Сосын мынау 3 бұрышты басасыздар. Сосын сіздерге ол көрсетеді. Қатып атқанына кешіріңіздер, ол сіздерде де қататын болады, өйткені ол версия для ПК дегенді бастық. Осындай интро екен. Айтпақшы, сіздерге дауысы естілмей тұрған шығар. Ол сіздерге естілмейтін болады, өйткені менде дауысын жазбайды. Телефоннан шығып атқан барлық интроларда міндетті түрде дауысы болады. Өзінің өлеңі өте күшті өлеңдер, танымал. Қалағандарыңызды таңдап осылай редактировать ету керек. Сосын мына кубтың суретін басасыздар. Сосын мынандай бір нәрсе шығады. Сосын бұған кірген соң міне текст деген текст 2 нүкте тұр. Мына жақтарда сол текст 2 нүктенің барлығының орнына мына астынан басып name дегеннің орнына өз каналдарыңыздың атын жазуларыңыз керек. Әйтпесе name деп қалып кете береді. Name, мына жақта да name. Бұл жаққа да Дел деп жазамыз. Білмеймін, сіздер өз аттарыңызды жазасыздар, каналдарыңыз. Айтпақшы, міндетті түрде ол Дел деген өз каналдарыңыздың аты удалить етіліп кетпес үшін клавиатурада стрелканы басуларыңыз керек. Қазір Дел. Міне текст дегеннің бәріне осындай жазып шықтық. Еш жерде текст дегенде name деп қалмау керек, әйтпесе интроның бәрі құртылады. Көріп тұрғандарымыздай міне Дел деп жазылып тұр. Енді тағы да көздің суретін басып, мына press дегенді басамыз. Міне қазір болу керек. Міне қараңыздар, өте күшті интро болды. Өте керемет интро шықты бізде. Енді бұны қалай өзімізге сақтап аламыз десеңіздер, бұл өте оңай деп айта алмаймын. Ұзақтау болады кішкене, бірақ оңай. Мына загрузканың суретін басып, сосын мына жерде еш нәрсеге тиіспейсіздер. Start video render дейтінді басып жібересіздер. Сосын сіздердің Wi-Fi-ларыңызға қарай бұл загрузка секілді бір нәрсе болады.
сақтала ма, желіде сондай бір нәрсе болады. Міне 13 минут дейді, бұл ондай ұзақ болмайды. 10 минутқа жуық уақыттай ол болатын болады. Жарайды. Міне қараңыздар, өзі азая береді уақыт. Осы уақыт біткенше сосын күту керек. A few moments later. Міне бізде загрузка да бітті. Загрузка біткен соң мынандай шығады. Әрине біз download your video деген басамыз. Бұл видеоны басып алу деген сөз. Осыны басамыз да. Thank you. Осыңды бір нәрсе сізге рахмет айтады. Панзойт істеген үшін. Сосын мынандай скачать деген басып, видеоны басып аласыздар. Бұл скачать етіліп бітті. Енді сіздер бұл басқа форматта болады. Бұл форматта ешқандай монтаж істеп және еш нәрседе істей алмайсыздар. Сіздерге басқа бір формат керек болатын болады. Енді ол сіздерге MP4 дейтін формат керек болатын болады. Ол MP4 дейтін форматпен барлық монтаждар жасай беруге болады. Сондықтан сіздер мынандай видео конвертер дейтінге кіресіздер. Бұл видео конвертер дейтінді мен сілтемесін астына қалдырамын. Бұл видео конвертер Pro. Бұл взломанный версия. Сол сайтқа кіріп скачать дегенді басып алыңыздар. 30 мегабайт па сондай. Бұл взломанный версия. Әйтпесе кәдімгі версиясында качествосы жаман болып реклама шыға беретін болады. Мен арнайы сіздерге взломанный версиясын іздеп интернеттен тауып қойдым. Енді видео конвертер дегенді басасыздар мынау. Сосын сіздердің интроларыңызды тауып, мына стрелканы басып, соң MP4 дегенді міндетті түрде MP4-ді басасыздар. Бірақ сіздер басқа да форматтар таңдауларыңызға болады, бірақ оларды мүлдем керек кезде білсеңіздер ғана таңдаңыздар. Білмесеңіздер MP4-ді таңдап, мына стрелканы басыңыздар. Option setting. Бұл жерде де еш нәрсені теспейсіздер. Стрелканы басып, мынандай галочканы басасыздар. Галочка болса, оның атын жаттау керек. Галочка дей берем. Сосын мынандай загрузка болады процентпен. 46, 53, 60, 70 тез болады бұл. Міне загрузка бітті. Сіздердің интроларыңыз басқа форматқа көшті. MP4 форматынан басында форматта көре алмайтын тұғынсыздар. Қазір ол енді видеоңызды галереядан немесе басқа жерлерден көре аласыз және монтажға қолдана аласыз. Кешіріңіздер, кішкене қуып жатыр. Воспроизведение видеоны істелінбей айтар. Міне, воспроизведение видео болды. Міне көре аласыз өз интроңызды. Мынандай ашық башқатта. Өз видеоларыңызды көре аласыз және монтажға да қолдана аласыз, бүкіл жерге қолдана аласыз. Бұл өте оңай способ және тез. Бұл интернеттен табылған өте оңай способ. Егер де басқа да видео редактор мәселелеріңіз келсе, ол өте қиын болады және бөлімдем әдемі болмайды. Қолданыңыздар және видеоларыңызға қойыңыздар. Сіздермен болған Дел.kz. Лайк қойып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, барлықтарыңызға сау.